Бүлк 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 бүлк. Бүлк 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 бүлк. Ассалаумағалейкум жігіттер, қалайсыздар, амансыздар ма? Балықшы ағайын. Бүгін біз балыққа бара жатырмыз, Жездем екеуміз. Жездеммен балыққа бармағалы көп болды. Бір-ақ рет бардым осы ауылға келгенше. Қыста күнде баратынбыз. Сөйтіп енді бүгін балыққа шығып келе жатырмыз. Бұйырса жылан балыққа перемет құрсақ па деп ойлап тұрмыз. Егер перемет құрып түсіп жатса, енді керемет контент болады ғой бұйырса. Сондықтан видеомызды тамашалайық. Осылай видеомыз басталады ал. Жігіттер, бізге сәттілік тілек қойық. Осы кезде жолдамыз. Керемет, настроение де керемет. Осындай қара жолдармен жүріп бара жатырмыз. Аспанда кішкене бұлт бар. Сосын дала жел болып тұр. Сосын ыстық бір жағынан дала. Қатты ыстық емес енді. Прям әдемі ыстық болып тұр енді. Жан жақтағы подписчиктерге сәлем айтпадың ба? Подписчиктерге Алматы, Астана барлығына арнайлап Алматыдағы Данияр ағама сәлем айтам өзім. Бізді көреді екен. Кеше жақында Алматыда болған кезде айтып жатыр. Видео шықпай жатыр деп. Міне, соған кетіп бара жатыр арнайы заказбен балыққа. Саған жігіттер, мынаны қараңыздар. Мына түйелерді қара, түйелерді қара. Анан өркешін ай, Анан қара шаң өркешін. Анан қара. Не деген керемет, Ана, түйенің құйрығына не болған? Құйрығы қанап тұр. Істеген шай бұл. Бір нәрсе істеген ба? Не деген мал? Не деген түйен ол? Бүкіл түйе жиналып тұр ғой мына жаққа. Анан қара. Әдемі түйелер. Анда көп бір количествода бір түйе көрмегелде біраз болыпты. Мінекей жігіттер. Қашып кетті ме не? Қандай дәу сазан ба? Осы сазан тұрады. Бетінде жүр ме сазан? Бетінде тұрды сазан. Блин, әттен сазан кетіп қалды. Жігіттердің андай шалауы бар жер бар екен әр жерде. Осының арасында жылан балық болуы мүмкін. Андай құрбақа лақтырып, перемет құрып көру керек. Бұлт түсіп кетті ғой. Көрем ба деп тұр едім. Әттен жаңа сазан кетіп қалды әр жерде. Шылауды жейді ғой. Аяқтың бәрі шылау екен аңғара. Аяқты қарап көріп жатырмыз. Су қараңыздар. Су қап-қара болып тұр, көк күмбек. Тап-таза. Аспанды қарасаңыздар, бұлт бүріп кетті да. Очкимен қарағанның өзінде де көрінбей тұр өйткені. Бұлт бір жағынан судың беті толқын болып тұр. Негізінен аяқтағы балық бар негізі көп. Өте үлкен каналда бұл біздің ауылдағы. Опа! Беттерінен шығып там кіріп кетіп жатыр да. Жігіттер, мына каналдың басқа жағына келдік. Что-то көрінбейді. Күн шықты. Көк күнбек екен су. Жігіттер, қысқасы перемет жасайын деп жатырмыз. Осы кезде ұштарды дайындап, қайықты үрлеп дайындап жатырмыз. Қазір жамбалыққа перемет құратын боламыз. Перемет дегеніміз ол қармақ жасаймыз да, екі жақтан жіп тартып, суға тастап кетеміз. Закидушка сияқты ғой, қайықпен жүріп. Сөйтіп, жылан балық түссе, бұйырса көреміз енді. Мына жақта шылауы бар жер екен. Өте қалың шылауы. Жігіттер, біз переметті, қармақты барлығын дайындап алдық. Ал, бұйырсын ал. Қазір қайықты суға түсіреміз. Бісмілласын бастап
Сөйтіп әйтеуір бұйырса бір әдемі жыланбалықтар түседі деген ойдамыз. Ал абайла. Опа. Осы шалауын үстіне қоямыз, а? Сен өтте алдын отырып алсай. Кәз. Давай. Ескек бар ғой, а? Қармақ қалшы. О! Әдемі. Сумканы бұлай оқып қойық. Мекинандай құрбақа лақтырып қойымыз қазір үйірші. Давай. Ана жақта движняк болды ғар. Шалау ма? Қайықтың үстінде тұруға бола ма бұлайынша? Құлақ қалмайтын ба? Аяқтарда жүр ме жыланбалықтар? Қарауды қажерлерде не құруға бар. Аяқтар шалауды қара. Жоқ. Алдында бақ көрдім. Ох, кетіп барады. Кәрес қой. Яғни шалудың сөйге аламыз, Білмеймін. Ой. Жаңа шалаудың бетіне жүреді ғой. Жаңа жерін қайсы. Кетті! Дәу жыланбалық кетті, Білем, мен аяққа қарап тұр едім. Осы жерге лақтырып көреміз ананы. Ана жей. Анау 4-5 кило болады анау. Қаралсай, мен жиіктерін аяқ кетіп ады ма? Кетті әне жыланбалық. Точно лақтырып көрейші. Кетті әне. Жыланбалық кетті. 4-5 килограммдық. Керемет осат сегізде бірін. Я, осы жерге ұстау. Дәу кетті жаңа көрдім. Ұшпал ғана. Жиікте бадыр. Шылауға дейін қойды? Жоқ, шылауда жүре береді. Білінбейді. Қорықпа. Жігіттер қазір периметр жүргіземіз қазір. Мына жерде жыланбалықтар жүрген. Шамал жақында жүр жезді қан. Сең қоя. Ё-майо, аяқ дейін толып тұр ғой жыланбалыққа, бұйырса ұстаймыз қазір. Ой, қашпайды. Төмен қарай байласай, не қылым? Төмен қарай байласай. Короче, былай ғой жігіттер мынандай жіп өткіземіз. Мына жердің бәрі жыланбалық екен. Қашты ғой, бәрі, бетінде жүрген. Төмен қарай байлауым керек, әнесі. Ештеңе етпейді жезді ғой. Бұны жебетіспен құрмай ма екен, Жебетіспен құрмай ма деймін ба? Нарезки болады шығар? Нарезки болады. Ұшпал екеннен де анау ше айтайын. Үлкендер рогатымен шығарып жүргендегі ғой, үлкендер. Абыл кезден бұлар айналдырам, ана жиікке қарай. Қысқасы осылай. Төмен қарай байла қамыз. Сөйтеме. Қазір қайт төмен қарай байлау керек. Байланбайды ғой төменге, андайық байлап соны тартып. Ой, мына қармақ. Блин, оралып қалды. Все.
Aldıға құту көрейік. Алда қарап қажет қамақты, алда бұтың арасынан. Іліп қат бірақ қамысқа. Қайтыра берсінші. Мынау күніне қарай ойла. Мынау шығып кетпесіне. Күніне қарай ойла. Қазір жақын бәтті. Келмей қой. Осымен қосынысымен қостасақ кетейін ба? Или жылқысы керек па? Жоқ, керек емес. Қосынысымен қостасақ. Тағы жылқы бар ма Атоке? Бар. Болды. Қарсы күніне қарай байлап қалмай. Қас. Күніне ора өтейсің бар да. Шешілмей ма? Ойна 2-3 рет өткізсем болды. Шешілмейді ол жылқы. Никак. Жылқын бара қармақтан өтпей жүр. Жігіттер қараңыздар міне. Ана шығар. Нарезканы саламыз қазір. Маса көп екен жерде. Маса. Мінекей. Орап тастадық былай. Мына жерге тастаймыз. Мінекей жігіттер периметр құрып жатырмыз. Tastayımız. Kusika. Осылай нормально ғой, бетінде тұрсан. Бетінде тұр, әдем түрі. Астында Шалқан өтті, шабыл. Ja. Жерде. Кетіп бара жатқан жылан бар. Кішкентай ақтырды, оралып қой. Жоқ, кішкентай емес, нормально. Анау кәрәс тұр астында. Щука. Тоқта. Bir нәрсе тұрайыншы. Не. Қашып кетті. Дәу анау. Дәу ғой жаңа. Бізде бүгін қайықтың үстінде ату. Бірақ жалпақ красноперкаларда толып жүр. Қарсен ай, амур кетіп баратыр. Анау бір амур-мур нәрсе кетіп баратыр. Тимеді. Керемет қақ? Я. Қажи бар? Ар жағына барайық та, анау жақтарды. Әже ашық қой, онша движняк жоқ, шалауының арасына Оң жағында бәрі қайнап жатыр ғой да. Алдында да бір күн кетіп жатқан жоқ па? Көрінбей қалды, бұлт кетті. Анау кетіп баратыр бірдеңе. Не кетіп баратыр ана жерде? Дәл қасында тұр ғой. Шай. Оң жағында тұр ғой. Ана жерде қайнап жатыр. Қайнап жатыр, шай. Шай кір. Көрінбейді мына жерде. Жақында жанайға қарай. Ана жақта бір нәрсе. Ана қашты. Жылан балды. Шай. Жігіттердің ар жақтан маса көп екен өте. Анандай шылау бар жерде ғана жылан балықтар жатады. Анандай ашық жерде жүрмейді екен. Қазір құрбақалақтып көреміз. Білесін ше. Білесін оған поверхностный приманки дейді ғой. Судың бетінде жүретін приманки ше. Сондай лақтырып көреміз. Немесе рогаткамен атып көреміз шалауының арасынан.
периметр құрып тастадық екі жаққа. Неше 5 ұштан ба? 5-6-дан құрып тастадық. Вообще бір 10 шақтысын құрып тастадық. Енді түсет шығар деген ойдамыз. Жігіттер ана кәрәсті әрекет жатқан астында. Аквариум мұны жер. Міне мынау кетіп жатыр. Тобырмен. Әне. Тұрғандарын қарады. Бірақ өсекші әйелдер болады ғой. Шүрде болып жүретін. Сондай сияқты. Оқ кетті әне жерден бір нәрсе. Оқын алдымнан кетті ол бір нәрсе. Бірақ шалаудың арасына олар көрінбейтін еді. Кетіп отыр. Жылан балықтың анасында. Дәу жылан балық тұрған яқта. Жай. Білмеймін, жақындасай. Атай ма? Жоқ. Бес 6 кило. Көрдің ба? Метровый ғой. Қашық қой, астында тұр деймін. Көрдің ба? Қалай көргенді? Дәу. Құрбақа лақтырып көру керек, да? Сәй жылан балық көрсек лақтырайықшы. Мынандай жылан балық мынандай. Жігіттер мынандай приманка бар бізде. Плоппер деген. Плоппер. Ой, блин. Күшті, ә? Плоппер деген. Жылан балық, ә? Жылан балық қой, жылан балық. На фриксион қата етейінші. Подсечкілер алмайды. Қазір қойшы. Атып шығады ғана. Силиконға ұрама. Ұрмайды. Бля, неге шықтың? Азыл неге шықтың? Құрт отсын бүгіл уақыт. Қалай ұрғаны көрді ба? Деу ма? Ничего стоим здесь. Ерман. Плоптер рулит. Осыны интернеттен көріп алған ғой. Көп жерде сата бермейді. Ұрып жатыр ғой, ә? Қатты болсын шығар. Тоқтап. Сүйрек. Тоқтап. Жігіттер
Мына жаққа лақтырып көріп жатырмыз. Жезден лақтырып жатыр. Бағана 2 рет ұрғаннан кейін ұрмай қалды. Үркіп кетті ау деймін негізі. Қазір ар жақтарына барып көреміз. Қараңыздаршы, мына плопперді. Керемет приманка ғой мынау деген. Дауысты қарасаңыздаршы. Бүлк. Әнекей қараңыздар дауысты. Бұған жайын ұстауға болады, шортан ұстауға болады, жылан балық ұстауға болады. Жайындары осындайға барады негізі. Просто жайыны бар жерге бару керек та, жүретін жерге. Молодец. Тёма. Нормально? Молодец, хорош. Сотный, да? Я. Блин, әдемі. Фрикцион не қыласың ба? Әдемі тұр. Абайлар жалауға кіріп кетті, жалауға. Тоқта. Пинцет қайда? Пинцет қалып қойдым мына жақта. Алыпты. Шықпа видеоға? Не, ұрғанын түсіре алмай қалдым. Қолың түсіп olmaz не? Ал, тыстасын. Әне қозғап келді. Даже бақ кетті. Қасына кетті осы, айттым ғой, сезіп тұрмын сол жерде балам оқып бар. Бар сол жерде. Осының арасында болды. Ана қашты біреу. Қашып кетті. Блин, астына кіріп кетті. Көрмеді? Астында тұр. Кетіп қалды.
астына кіріп кетті ғой, ё-моё. Көре алмай қалдым. Әже бір ламбалық түскен ау деймін аға. Бір ламбалық көптің бі. Переметта тұр, переметта астында. Астында тұр, білмейм. Переметтің астында жүр. Жейін деп жүр ау деймін. Кішкентай бірақ. Абайла, абайла. Түсті. Давай. Асықпай, фрикцион. Мә, метровый. Сөйле. Секірген түсті ба? Түсті. Абайла. Жіберіп қойды ма? Жіберіп қойды ма? Тұр ма? Жіберіп қойды. Қойшы. Метровый, елки-палки. Шпал. Жігіттер, біз жағаға келдік. Енді өкінішке орай жаңағы бір 7-8 килограммдық ламбалық шығып кетті. Жаңа жездемді лақтырып жатыр еді, ұрып еді. Білмейміз, мә, өте өкінішті енді. Керемет контент болатын сол шыққанда. Че там жезуха? Мінекей жігіттер, бүгінге осындай бір ламбалық ұстадық. Переметқа вообще түспеді. Перемет тастап кететін болдық. Бұйырса осы алда 1-2 күнде тексеріп көреміз. Мінекей осындай ламбалық. Бағана үлкен ламбалық түскенде вообще керемет болатын еді. Өкінішке орай түспеді. Жігіттер, ал қайтып бара жатырмыз. Бүгінге біраз ламбалық болды. Өкінішке орай жаңа үлкен ламбалық шыққанда вообще керемет болатын еді. Лақтырған приманканың аты плоппер дейді. Андай балық қой жаңа судың бетінде жүреді. Булька не, андай булька дейді. Тартқан кезде. Соған үлкен балықтар ұрады. Ламбалықтар именно. Негізі жайында болады, көруге болады, жайын жүретін жер болса. Ал жігіттер, осымен видео аяқталады. Әйтеуір шамалы болса да бір көрдік. Плоппер деген приманкамен аулап болады екен негізі. Видео ұнаса лайк басайық, ұнамаса дизлайк басайық. Каналға тіркелуді ұмытпайық, ұнап жатса. Сол, сау болыңыздар жігіттер.